Удочкамызды алып алайық. Және де телефонда керек болып қалады, ала салайық. Так, все, енді бір нанды ала салайық. Тағы да қарнымыз ашып қалса жейтін боламыз. Так, енді все болды. Так, телефонымызды жадымызға алып қойық. Енді шыға берсек болады. Так, бәрін амандасып кетейін. Бәріңе сәлем достар. Бүгін көріп отырғандарыңыздай, бүгін біз рыбалкаға баратын боламыз. Бір демалып алайын болдық қой. Балық аулап, кайфпен. Так, енді бізге қайық керек қазір. Өзіміздің базамыздан қайықты алайық. Чотан жетел. Так, бүгін настроением күшті болып тұр енді. Сол үшін рыбалкаға барып қайтайын дедім. Так, осы жерде болу керек. Так, бұл жақта тамақтар екен. Так, міне осы жақта тұр, міне лодка. Осын алып аламыз, қазір өзеннің жағасында балық аулап, демалып отырамыз. Так, енді осы жақта өзенге барайық. Мына жақта орман екен, қараңдарсай, природа. Ауасын қараңдарсай, таза ауа. О, кайф. Енді барып, осы жақтан бастап лодкамызды қойып аулай берейік. Бүгін бір 3-4 балық аулайық, хотя бы кейін жейтін боламыз. Так, енді жүріп бастайық. Так, осы бір сәл тереңдеу жерге тоқтайық. Болды, осы жерде болады. Удочкамыз қыстырылып қалды ма, не істеді? Так. Қаттырақ лақтырайық, міне, все. Енді балықты күтейік. Так. Оған дейін сіздерді көріп отырмай, маған подписаться етіп кетейік. 2-3 подписчикқа аз қалды, тез жеткіз тастайық. Давайте лайктарыңызды басып қойып. Да, енді күтіп отқанымызға ұзақтау болып қалды, балық келе ма? Енді балыққа барған соң шыдамды болу керек. Так, мына бір бәле жүзу қараңыздар. Сәл басқа шетке лақтырайықшы. Что-то мына неудачный. Так. О! Nice. Ё-моё, әдем жатты. Жанден бер 1 сағат қойып, 1 сағат өтті. Сіздерге пауза болып қойып, сәл мына жақтарға келдім, мына жақ терең. Осы жақта балықтар көп шығар деп келгем. Және 1 сағат тұрдым, сіздерге тез көрсетіп жүрмін. Міне тағы да балық ауладық. Ё-моё, бірінші балығымыз. Кайф. Так, бір балық болды, енді тағы да 2-3 балық ауласақ жетіп қалар. Так, осы терең шетте сәл-сәл оңайырақ болып отыр балық аулау. Так, күтеміз. Так, енді қайтып орала салайын дедім. Лодкамыз сынып қалды ма? Кувшинға соғысып, лодкамыз сынып қалды, короче. Ё-моё, үстіміз кір болатын болды. Лодка немене әлі? Сынып қала салды ма? Ё-моё, настроениеміздің бәрі быт-шыт болды ғой. Лодкамыз сынды, быт-шыт. Что-то енді жағаға шығып шеттерінден аулай саламыз ба, сөйте саламыз, короче. Осы жақтардан ба аулай салайық. Так, сәл нәқа келік. Сәл тереңдеу шетіне барайық. Так, осы жерден удочкамыз лақтырып, енді күтейік. Келе ма, келмей ма? Хотя природаға барып қайттық. Ауылда отыра бермей. Давайте, күтейік енді. Дым балық жоқ қонақта. Лодкамыз сынып қалған айтамды, әдем аулап бастап атқан, сонда бір балықпен қайтамыз ба үйге енді. Так. Ана жақта қараңдаршы, пожар болып отыр ғой, қараңдар. Орман өртеніп кетпесін, тез барайық енді. Қазір орман өртенсе, біздің ауылға да келетін болады, тез өшіріп тастайық. Ана жақта өрт болып отыр ғой. Тез жүгірейік. Қалай от шығып отыр, ана жақта ештеңке жоқ сияқты. Адамдар да жоқ, көп келмейді. Так, тез барайық. Ё-моё, от болып отқан көріп қалғаным жақсы болыпты. А то дейтін, жанып кетсе, біздің ауылда жанып, өрт болып, быт-шыт болатын еді. Так, өрт. Міне, қараңдаршы, от жанып батыр. Не тағы? Отқа келсем, осындай машина тұр, Ройс ғой. Бай достар, сонда
соғысқан ба, қараңдарсай, қалай ағашқа соғысқан, ё-майо. Бұны жөндеу қанша екен енді. Так, отырайықшы. Так, сәл шығардық енді. Мынау, так, жүрмей қалдық. Так, не болған бұған сонда? Так, көрейікші несі кетіпті. Так. Неғі нормально. Так, так, бензин көрейік. Міне бензин қапты. Және неғып сынып қапты тағды. Бұны жөндету керек, короче. Так, айтпақшы, өрт жағына отыр оңяқта. Ройс-Ройсқа қарап қапты ма? Әдем бұл бірақ. Бұны қазір әкететін боламыз. Неғақта оттарды өшірек. Бұл қолым жанып кетті ғой. Өртті де өшіру оңай емес. Қолым ауырып кетеді, барып суға сәл жуып алмасам ба? Ато дейтін қолым ашып отыр. Так, өсуіне. Так. Сәл әдем болып қалды, кайф. Енді барып анау соңғы отты өшірейік, тағы да жанып кетпей тұрғанда. Так. Ой, қолым. Қолым ауырып кетті, анау өртті өшірем деп. Так, мынау Ройс-Ройсты қараңдарса енді, бұны не істесек болады? Артына дейін соғылған ба? Бұны өзімізбен бірге әкетеміз ба? Так, түн батып жатыр қазір. Үйге барып, ұйықтап, азанда бензин әкелейін. Бұның бензині бітіп қалған. Так. Короче, келдік енді дейтін ұйықтап, азанда бензин алып қоятын боламыз. Және өзімізге, үйімізге әкеліп, бір бәлесін қыламыз. Ал ұйықтайын. Азан бұл қойыпты ұйықталан қараңдарсай. Қарын ашып кетті ғой. Так. Бізде жейтін балық. Кеше айтпақшы, біз рыбалкаға барып, не істептік қой, Ройс-Ройс бар екен, сон бірінші бармай тұрып, тамақ жеп алайын. Кешегі бір балығымызды енді пісіріп жейік. Так, мынау екі балыққа жетпей қалады, мынау доскантты ала салайық, қазір өшіп қалса оты. Жетті. Так, болсын, алайық, жеп алайық. Таттысын-ай. Кайф. Татты. Так, отменен басайықшы. Қарыңдарсай, тәтті екен ол балық. Так, енді сөйенді. Қанымыз сәл тоймай қалып, нан жеп жүрек кешеге. Не кайф кетті, азанғы завтрак все болып. Жетелдер кімнің очерті неқті? Тазаламайсыңдар ма? Жетелдер осы қарап отыр, мен кезегімде өзім гряд киімді тез шауып қайт биік тастаймын. Бұлар қарап отыр. Так, осы жерде болу керек, бізде бензин міне машинаның заттары бар, если бұзылып қалса жөндеу. Қазір осы жаққа әкеп Ройс-Ройстың жөндеу керек. Так, келіп қалдық, қараңдарсай, анаяқта зомбилары жүр. Так, енді тез от алдырайық та, бензин құйық та, үй жаққа барайық. Так, бензинімізді қояқ, все, міне толып жатыр. Толды. Все, енді кете берсек болады. Достар, қараңдарсай, салонның дейтін мощный болып тұрғы. Нан өзіме алып бір сат жерсем, дерске кетеді. Сатып бір қаланға ма көшіп кету керек қой. Так, үй жаққа келе жатыр, қараңдарсай. Анаяқта дейтін бұл түзу жолда ғана жүре алама, айтпесем, мынандай жолларда қараңдарсай, соғысып жорға жүреді. Егесі де қалай соғысқаны түсінікті болды да енді. Так, үйіміздің жанымызға жақындап қалдық, енді әкеп қойық. Қараңдарсай. Так, осылай парковка ете салайық. Так, нормальный түрде қазір шығып көрейік. Так, не болып кетті. Все, міне. Так, арты көтеріп кеткен ба? Так, короче, дұрыстап парковка қылып қоям. Все, міне парковка қылып қойым дұрыстап, қараңдарсай. Соғыс көп тұр ғой. Енді үйімізге кірмей тұрып. Так, рыбал удочкамызды сала салайық. Все, енді далаға шығып, шетелдерге айтайын мақтанып. Что там, шетел? Ба, Димаш, анау Ройс-Ройстан сен келдің ба де? Конечно,
қалай алдың? Өзім ғой, давай, короче. Ба қараңдар, стыд реакциясы, ба. Ройс-Ройста басқа адам келді деп ойлап қалды, бірақ мен мұнда қараңдар, шынымен де богатый. Май, дерзко болды. Осымен видеоның аяғына келдік. Ал сен бәріңе удачи, подписаться етіп кетейік. Ал давайте.